رسول الله رسول الله حبيب الله Bismillahirrahmanirrahim. Kredit алу 36 рет зина жасағанмен тең бе? Осындай сөз тарап жүр дейді. Осыған мағыналас бір сахих риуаят бар, бірақ ол жерде кредит алушыларды айтпаған. Ол жерде кредитке берушілерді айтқан. Яғни процентке қарыз берушілерді айтқан ол хадисте. Ол қандай хадис десеңіз, имам Ахмедтің мүснадында риуаят етілген хадисте былай делінеді: дирхаму рибан якулуху роджулу ва хуа я'ламу, күнә екенін біле тұра бір дирхам өсім жеген кісінің жазасы ашадду мин ситтати ва саласина заниятан, 36 зинашы әйелдің жазасынан қатты дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Ендеше зина жасау ауыр күнә, ал енді өсім жеу одан да ауыр екен. Бір ғана дирхам өсімнің ауырлығы 36 рет зина жасағандағы күнәмен тең деп отыр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Енді пайғамбарымыздың аталмыш хадисінде өсім жеудің қаншалықты ауыр күнә екендігін ұқтыру мақсатында осылай салыстырмалы түрде 36 зинашы әйелінің күнәсына не істеп отыр? Теңеп отыр. Әдетте адам әлде бір істің қаншалықты ауыр екенін толық ұқпай жатады. Сол себептен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мұсылмандардың өсім жеудің ауыр күнә екендігін сезінулері үшін осылайша салыстырмалы түрде не істеген? Білдірген. Жалпы исламда қарыз беру сауапты іс. Ол қарызды үстеме ақысыз сауап үшін беру керек. Ал енді үстеме ақы қосатын болса, ол жәрдем емес, ол мұқтаж жанды қанау болып есептелінеді. Әлде кімнің мұқтаждығының есебінен пайда көру болып есептелінеді. Бұл кісі ақысын жеу болып саналады. Сол себептен ислам діні процентпен қарыз беруді естеген, қатаң тыйған. Демек, өсім жеу 36 рет зина жасағанмен тең дегенге мағыналас хадис бар екен. Алайда ол жерде кредит алушылар емес, кредитке берушілер, яғни процентке қарыз берушілер айтылып тұр, ал кредитке алушылар айтылып тұрған жоқ. Бірақ енді бұл сөзімізден кредит ала берсе болады екен, күнә емес екен деп те түсініп қалмауымыз керек. Себебі дінімізде өсімге қарыз беру қаншалықты күнә болса, сол өсімге қарыз алу да соншалықты күнә. Өйткені Алла елшісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Алла тағала өсімді жеушіні де, өсім жегізушіні де лағнеттеді деген. Тек өте зәру жағдайда ғана, шарасыз жағдайда ғана кейбір ғұламаларымыз басқа алатын жер болмағандықтан алуға рұқсат деген тұжырым білдірген. Өйткені Құран кәрімде бірақ егер шарасыз болсаңдар ол басқа делінеді бір аятта. Сол себептен зәру жағдайда ғана рұқсат, ал енді жайшылықта ол да өз алдына күнә екен. Алхамдулиллахи роббил алемин.